Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами продолжаем тему родительного падежа. С вами будем рассматривать, как же меняются прилагательные с существительными в родительном падеже. Так, тема называется прилагательные в родительном падеже. Теманың аты келбетліклер родительный падежде. Родительный падежде тұрған атлықпенен келбетліктердің өзгеруін көріп шығамыз. Не үшін родительный падежде тұрған атлықпенен деп айттым? Себебі родительный падежде екі атлық қосылып бір мәнені береді. Например, старый учитель, бұл жерде енді келбетлікпен беріп қойып. Например, имя учителя деп алсақ, мұғалімнің аты болады. Екі атлық, бірақ екеуі қосылып бір сұрауға жауап береді. Не мұғалімнің аты? Это что? Это имя учителя. Енді сол учителя деген екінші тұрған атлықтың алдындағы келбетліктің өзгеруін көріп шығамыз. Так, старый учитель, қартайған мұғалім. Имя старого учителя. Қартайған мұғалімнің аты. Бірақ қарақалпақ тілінде біздер тек қартайған деп айтпаймыз. Старый учитель дегенді біздер бұрынғы мұғалім деп те переводласақ болады. Синий карандаш, көк қалем, стерка синего карандаша. Көк қалемнің өшіргіші. Қазір қалемлердің несінде астында өшіргіші болады, сол мәніде жаздым. Так, родной брат, туысқан ажағам, комната родного брата. Туысқан ажағамның ханасы. Яғни, ның қосымтасын алып тұрған атлықлар менен келбетліктің өзгеруін көріп шығып атырмыз. Так, мужской родтағы ый менен бітетін келбетліклер ого қосымтасын алады. Екі и менен біткенлер его, ой менен біткен келбетліклер ого боп өзгереді. Осы жерде әтібарыңызды қаратайын, русский деген сөзде екі и, бірақ мына жерде ого алып тұрды. Не үшін? Себебі бұл қағидаға бойсынбай СК суффиксы бар келбетлік болып есептелінеді. Соның үшін деп жазып кеттім, ски менен бітетін келбетліклер ского. Экономический факультет, студент экономического факультета. Соны әтібарға аламыз, ұмытып кетпейміз. Так, енді женский родтада бір көріп шығамыз. Старая, старой. Синяя, синей. Родная, родной. Бір ізге қайтып ойланып көреміз. Еще в каком падеже прилагательные в женском роде точно так же меняются. Және қайсы септілікте женский родтағы атлықтар менен келбетліктер осындай болып өзгереді. Егер де мені бастан бастап бақылап жүрген болсаңыз, һәм падежлерді үйреніп отырған болсаңыз, бұл сұрау ешқандай қиыншылық тудырмауы керек. Предложенный падежде женский родтағы атлықтар менен келбетліктер тап осындай болып өзгереді. Бұл сіздерге бір жәрдем. Себебі қандай болады екен деп ойланып отырмайсыз. Предложенный падеж менен родительный падежде бірдей болып өзгереді женский родтағы атлықтар менен. Һәм септілікте средний родтағы атлықтар менен, мужской родтағы атлықтар менен келбетліктер бірдей өзгереді. Һәм септілікте. Соның үшін мужской родта қандай болып өзгеруін білдіңіз ба, есеп қалдыңыз ба? Средний родта тап сондай болып өзгереді. Бүгінгі темамыз сіздерге қызықлы һәм түсінікті болды деп үміт етемін. Сұрауларыңыз болса беймәлел комментарийға қалдырасыз. Біздердің Instagram, Telegram каналларымызға жалғанып, солар арқылы һәм байланысқа шықсаңыз болады. Бүгінгі тема ұнаған болса лайк, комментарий қалдырамыз, достарымызға жібереміз. До свидания.